Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің үйде жасайтын өте дәмді бәліштің рецебімен бөлісетін боламын. Мына сүтке алдыменен тұз салып, тұзымызды ерітіп аламыз. Енді екі тал жұмыртқаны осыған жақсылап араластырып аламыз. Сүтім менің жылы. Енді осыған електен өткізіп алған ұнымызға құямыз. Осыған дрожь саламыз. Ванильный сахар. Қалауыңызша қант саласыз. Тығылам десеңіздер молырақ қылып. Осыны жақсылап араластырып, нанымызды ашытып аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді осыған сары май құямыз. Осын жақсылап майы сіңіп кеткенше илеп аламыз. Сары майы жақсылап илеп алдық. Енді осыны бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге орап қойып. Біздің ашытқан нанымыз көтерілді. Қатты көтерілмесе де болады. Енді жақсылап осыны жақсылап домалақтап солай жасап аламыз, кішірек қылып. Енді осы ашытқанның менде 12 тал шықты. Енді осының бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Біздің пастамыз кішкене көтерілді. Енді осыны ортасын ойып, кез келген нәрсемен оя берсеңіздер болады. Көтеріліп, енді мына бетін ауыстыра берсек болады. Көтеріліп, әдемі пісіп жатыр.